Санат пен Назерке маманның көмекшісі болар. Қызығы сол, ассистенттік қызметке екеуінің біреу ғана қабылданады. Шешім шеберде. Берілетін уақыт 10 секунд. Еңбек қоры кімде қалады екен? О, Джульетта! Қараң дүниеге нұрыңды шаш жадырап, ай шапағы қалсын сірі адырап. Театр менің сүйікті әлемім ғой. Иә, бірақ сен актер болуға келген жоқсың. Негізі гримнің екі түрі бар, иә? Пластикалық және көркем. Пластикалықта түрлі жапсырмалы құралдар қолданады, және ол француз тілінен аударғанда грим сөзі қызықты, көңілді деген мағынаны білдіреді. Негізі бұл сала сіздің салаңыз маған өте қызық. Балам, бұл сахна емес, режиссердің алдында тұрған жоқсың. Мен гримермін. Дұрыс па? Сондықтан мен аласыз, иә? Бірақ бұл жолы Санатты ренжітпейін деп шештім. Ал, Санат, актер болуды армандап едің? Енді грим жасаймыз, иә? Нағыз актерлерге жасағандай. Нағыз актер мұндайға келіспейді әрине, ал Санаттың бір бетін Ләйлә апай, бір бетін мен бояйым, оған бола береді. Бетіне ешқашан желім жағып көрмеген Санат. Осы керек саған. Қанша минутта жабысады? Бір секунд қой көп емес. Бір реттік сақалдар ғой, Неге бір рет, неше? Бірінші рет пайдалана беруге болады, иә? Қой, сондай сақалдар ғой. Тазалаймыз, спиртпен тазалап, қайтадан беттеріне жағамыз. Мұндай гримді Ләйлә ханым жарты сағатта жасай алады. Ең қиыны портреттік образдар екен. Бізде Сәкен Сұңғар деген Сәкенді салдым. Мұқағали болды бізде. Көбінесе Ателла Шекспирдің. Осыған көп уақыт кетті маған. Ләйлә ханым сияқты 41 жылдық тәжірибем болса, мен де Санатты Ателлаға айналдырып, тым болмаса кадрда батыр болуына көмектесер едім. Көзіңді аш. Аштаңшы енді, қорықпаса. Қорықпай, Аш дейм көзіңді. Ол жерде астың ғана Аш. Тақамай бер жағынан. Санат сен. Тақамай бер жағынан. Қорқақ бедің осынша. Тақамайды көзің, тақама бер жағынан. Бер жағын ғана істем ғой. Көзіне апармайды, тақпай. Найза тұрмақ қылғаламнан... Эй, жарайды, Санаттың намысына тимейін. Дәл қазір ол қарияның образында ғой. Ақ шашты көрдім Санат самайыңнан. Байқадым терең әжім маңдайыңнан. Ән айтып береді саған. Бұл жасқа жеткенше көп көрдік пе, аз көрдік пе, білмеймін, әйтеуір пендешілікпен күндерімізді өткізіп жатырмыз. Жақсы, молодец. Бірінші сапсыңыз? Иә? Иә. Қателеспей алыпсыз ба мені? Гример болуға болады екен. Бағамды уақытынан бұрын алып алдым, ал 80 жастағы қарсыласымның түрі міне, бірақ күнде қартайттым. Түсін көрсетпейді. Тістері тіпті келеді. Айтпа, түсін көрсетпе, түсін әппебе деген бір әпі. Шынымен актерлер не істейді? Түсінде бояп сәйіз? Гримерлер бетті әрлеумен ғана айналыспайды. Оған жапсырылатын шаш, сақалдың бәрін өздері өреді. Бір премьераға дайындалу үшін актерлерден кем уақыт жұмсамайды. Бұл туралы сәлден соң айтып берем. Қазір біздер жасап көреміз. Бір азаматтың шашын ағартуға бір әйелдің күші жетеді. Ал екі қыз қосылса, бір сағатта қартайта алады. Алдыңғы бөлімде біз оны дәлелдеп бердік. Астына қолын суырып аласың, үстіне жібересің, астына кетеді. Қолды шығарып аласың да, астына жетен өргізесің да, үстіне кетеді, көрдің бе? Спектакль жоқ кездерде осындай реквизиттерді дайындаумен айналысасыздар ғой. Иә, мұны әмбебап мамандар түйенің түгінен жасайды екен. Ал нағыз ықтияттылықты сынайтын жұмысты көру үшін келесі кезеңге. Келесі үстелге өтеміз. Мына сетканың ішіне кіргізесің де, бір-бірден осы 2 шаш, 3 шаш іліп аласың да, міне сақалды, міне өстіп, кіргізіп, өстіп оқып отырамыз. Әр сақалды. Өстіп кете бересің. Жақынырақ түсіріңізші. Мынау не деген еңбек? Міне өстіп сақалдарды әрбір осындай клеточкалар ғой ішінде кіріп отырасың. Жоқ, попробуй, көресің.
Мен негізі тоқи алам. Бір сақалды тәжірибелі әрлеушілер жарты сағатта өріп шығады. Ал мен оның 3 талшығын ғана байлай алдым. Адамның иегі осыған кәдімгі келсе. Қызық, білмеппін. Болбанка. Мүлде мән бермеппін. Мен сақал мұрт сатылады екен деп ойлап жүрмін. Сақал мұрт демекші, санаттың қайта жасарғанын көргілеріңіз келе ме? Біраз қиналыпты-ау. Ашит. Театрда сахнаның сыртында жұмыс істегеннің өзі бір ғанибет қой. Атмосфераны айтсаңызшы. Музыка қайдан шығып жатыр? Жүріңіз. Гримнен қолың босаған уақытта репетицияны тамашалауға болады. Жұмысыма қайта оралайын. Гример бет әрлейді, керекті реквизиттің бәрін дайындайды, оның үстіне түрлі шаш үлгісін жасайды. Бір адамның бойынан осынша өнер табылуы бинго ғой. Мынаны алып отыр жан-жағынан не істеп қосып. Бір минусым байқалып қалды. Шаш қанша емес білдіңіз? Баяғыда. Сіз не жан-жағынан алып отырасың қосып. Сол. Грим жақсы салып едің жаңа. Сахна сыртындағы қыздар ғой шашын өргізіп отырған. Өздеріңіз танитын театр жұлдыздары анау-мынау адамға сенбейміз деді. 1-2 сағаттан кейін барақты мысалы маған сақал жапсырылады, маған қас жапсырылады, маған грим салынады, менің мына терімнің түсі өзгертіледі. Мысалы сол кішкене көнелеу сол ғасырға. Сол уақытта оған свет түседі, светтер ойнатылады. Сонда ол мысалы көрген адам, сахнада көрген адам барақты солай елестетеді. Мен бүгін үйрендім ғой гример мамандығын, Ләйла апайдан. Сізді мен бояндырып берем десем, келісер ме едіңіз? Жоқ, әр нәрсені әлі қазақ айтады ғой, шымшық сойса да қасапшы сойсын деп. Сол сияқты әр нәрсені өзінің кәсіби маман істеген дұрыс деп ойлаймын. Жай современный визажистка келіп салып берейін десе, мен салдыртпаймын. Себебі бұл театральный грим. Ал жақсы, сіздерге кедергі жасамайын. Көрерменмен қауышатын уақыттарыңыз таяды. Ал бізде керісінше қоштасатын сәт жақын. Ләйла апай, енді қорытынды сәтке жеттік. Мынау не еңбек кітапшасы деп тұрған шығарсыз. Бір күнде қанша балға лайықты болдым? 1-ден 7 ұпайға дейін. Маған смайлик жабыстыруыңыз керек. Жақсылап тұрсың. 7 бал берем. Өнер болға болады. Бірінші практикантқа аламыз. Осы жерден іздеңіздер. 7-ші арнадан таппасаңыздар. Сәлеметсіз бе?